Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Осы кітапқа қатысты кітаптың ішіндегі үй жұмысы сценарий қалай жасалады деген сұрақтар келіп жатыр. Соны көрсетіп бере аласыз ба дейді. Сосын өзіңіздің сделкаларыңызды қалай жасайсыз, сценарий құрайсыз ба деген сияқты сұрақтар келіп жатыр. Соларға жауап бергім келіп тұр. Мысалы, міне мынандай сделкаларды қалай жасайсыз деген сұрақтар. Жақсы, осы сұраққа жауап берейін. Так, жалпы сценарий дегеніміз, үй жұмысы дегеніміз не? Үй жұмысы дегеніміз, мысалға, сіз ол ертеңгі күнге қандай сауда құралын саудалауға болады. Сол сауда құралдарын таңдау. Ары қарай, мысалы, сценарий құралады. Сценарий дегеніміз міне мынау. Мысалға, так. Деңгей 1,15,289 дейді. Қазір, мысалға, баға осы деңгейдің үстінде тұр. Сценарий жасаймыз. Мысалға, күрделі жалғасынама. Міне күрделі жалғасынама 3 бардан жасалған жалғасынама. Үшінші бар деңгейден жоғары жабылды. Енді одан кейін шоғырлану бар. Мысалға, деңгейдің жанында шоғырлану бар. Яғни позиция жиналуда. Одан кейін деңгейден төмен бармайды. Деңгейден, мысалы, жалғасынама жасап, деңгейге жоғары кірді. Бірақ осыдан төмен қарай кетпейді. Мысалы, тағы бір жалғасынама жасады, бірақ бұның жабылуы деңгейден жоғары. Жәнегі кері қайтарушы бар. Кері қайтарушы бар дегеніміз міне осы. Мысалы, осы жерден ашылды, деңгейді негізі бұзып барып, қайттан жоғары қарай кетті де, жабылуы деңгейден жоғары жабылды. Одан кейін, мысалға, жүру қоры. Біз мынарада лонг деп отырмыз, жоғары қарай позиция ашуды қарастырып отырмыз. Яғни деңгейден жоғары. Бұл жерде, мысалға, екі позиция ашуға, екі жаққа да позиция ашуға болады. Осы деңгейден төмен жәнегі шорт позициясын ашуға болады. Немесе деңгейден жоғары лонг позициясын ашуға болады. Сол сценарий. Екі жаққа да сценарий жасаған дұрыс болмайды. Сондықтан екеуінен біреуін таңдаймыз. Менің жағдайымда мен мына жоғары қарай таңдап отырмын. Өйткені деңгейден міне жалғасынама болғаннан кейін шоғырлану деңгейдің үстіңгі жағында болып жатыр. Сондықтан міне мынандай сценарий, және басынан айттық. Бірінші күрделі жалғасынама міне бар, 3 бардан жасалған. Одан кейін шоғырлану. Осы деңгейдің үстінде жиналып жатыр, позиция шоғырланып. Одан кейін деңгейден төмен бармайды. Яғни деңгейден төмен түскен жоқ. Яғни мына жерде сатып алушылар деңгейден төмен қарай бағаны жібермей ұстап тұр. Кері қайтарушы бар деді. Кері қайтарушы бар дегеніміз міне мынау. Баға төмен қарай түспекші болды. Бұл да кішкентай бір бармен жасалған жалғасынама деуге болады. Төмен қарай барды, бірақ сатып алушылар позицияны бермей бағаны жоғары қарай итерді. Сонда, яғни мынарда ашылу бағасына, жабылу бағасы ашылу бағасынан жоғары жабылған. Яғни бұл да бізге бір сигнал болады. Одан кейін жүру қоры жеткілікті. Яғни мына жерден бастап бізге жоғары қарай жүру қоры жеткілікті. Примерно бізге мына бір келесі тоқтататын баға егерде қазір жоғары қарай кеткен кезде бағаны келесі қай жерде тоқтатуы мүмкін. Примерно мына жерде бағаны тоқтатуы мүмкін. Сондықтан осыған дейін жүру қоры жеткілікті. Одан кейін қысқа стоп. Қысқа стоп дегеніміз, мысалы, біз нарығы позицияға кірсек, мына бір жалғасынамадан кейін осы жерге кейін стоп қоюға болады. Так, бұл позициядан алар табысымыз бізде 5-ке 1. Яғни біз егер мына жерге стоп қойсақ, мына жерге дейін бізге баға жәнегі 5-ке 1 алуға болады. Міне бұларды, мына бір нелерді, 1, 2, 3, 4, 6-ға дейінгі бұларды негізі не дейді? Алғы шарттар деді. Осы деңгейдің жанында болған алғы шарттар. Яғни алғы шарттар бізге бағаның барар бағытын болжауға мүмкіндік береді. Ары қарай міне. Осы жерде позиция ашылды. Міне келесі бардың ашылуымен позиция ашылды, жоғары қарай кетті.
төмен қарай барған жоқ, стоп лосс бізде мына жерде тұр. Take profitті жәнегі мына деңгейге дейін қойдық. Осы сделка плюсқа жабылды. Міне осындай сделкалар жасаймын. Мысалы, жәнегі анализ жасалады. Мына бір енді алыстан болған ретесттеуге болады. Мынаны алыстан болған ретест, ол жалған сынама арқылы жасау арқылы негізі кері бұрылу болады. Көп жағдайда осы кері бұрылу болады. Сондықтан осындай лонг позициясын ашуға шешім қабылдадым. Келесісін қарайық. Мысалға, міне мына бір жерде. Так, міне деңгей бір күндік таймфреймнен алынған. Мына бір. Так, бұл мына жақта көрінбейді. Яғни бір күндік таймфреймдағы деңгей бұл. Так, қазіргі жағдайда осы деңгей бұзылды. Міне деңгей мына деңгей ұстап тұр. Осы деңгей міне мына бірмен бұзылды. Деңгейден жоғары қарай жоғары тұрмыз, төмен түспей. Одан кейінгі келесі бар, жәнегі мына не ғой? Кері қайтару бар дейді, осыны айтады. Кері қайтару бар, міне бір. Мұнда екі кері қайтару бар, ол бізде міне мына бірлар. Яғни мына деңгейге тигеннен кейін баға төмен қарай кетіп қалған жоқ. Ол да өте маңызды. Жарайды, мына нелермен алғышарттарға мән берейік. Мысалы, деңгей бұзылды. Мына деңгей қазір бұзылды. Міне 3 бар бойы баға деңгейден жоғары тұр. Одан кейін деңгейдің астында және үстінде шоғырлану энергия бар. То есть позиция жиналып жатыр. Міне мына жерде шоғырланды деңгейден, одан кейін бұзып, мына жерде де позиция жиналып жатыр. Мына жерде міне жалған сынама дегеніміз міне мына бар бұзғаннан кейін баға деңгейден жоғары келесі бағытымен сатушылар мысалы позицияны төмен қарай қоймақшы болды, бірақ жәнегі сатып алушылар мықтырақ болып шықты. Бағаны қайттан кері қайтарды. Баға төмен бармайды, төртінші. Тренд жалғасуда, яғни мынада жергілікті тренд жоғарыға қарап тұр, лонг. Сосын баға төмен қарай бармайды. Мысалы, мына баға келгеннен кейін осыдан деңгейден төмен қарай баға кетіп қалған жоқ. Бұл да өте маңызды. Бұл да бір сигналдың біреуі. Мына соңғы бар бізде жалған сынама бола алады, және екінші кері қайтару бар. Бағаны деңгейден қайттан жоғары қарай кері қайтарды. Сосын жүру қоры бізде жеткілікті. Мына жерде пустота дейді ғой, мысалға. Мына жақта бізде бағаны тоқтататын ешқандай деңгейлер жоқ. Сондықтан бұл жүру қоры запас қойда дейді. Одан кейін жәнегі осы жерде позицияға кірсек, деңгейдің астына стоп ордерін қоюымызға болады. Қысқа стоп ордерін қойып қоюға болады. Міне осы алғышарттар маған жәнегі лонгқа позицияға кіруге сигнал, осы сигналдар маған жеткілікті позиция ашуға. Көргендеріңізде осы жерден жоғары қарай кетті. Жәнегі міне кері қайтарушы бар дейді. Осы тоже маңызды бар. Өте жақсы сигнал. Одан кейін баға деңгейден жоғары қарай одан ары кетіп қалды. Так, келесі тоже лонг дейді. Так, міне жарайды, бірінші ауыспалы деңгей. Ауыспалы деңгей дегеніміз зеркальный, міне басында мына тірек деңгей болса, одан кейін басында қарсылық деңгей болса, одан кейін міне қазір тірек деңгейіне ауысты. Бұны ауыспалы деңгей. Ауыспалы деңгей негізі деңгейдің күшін артады. Екінші, деңгейден төмен бармайды. Яғни мына деңгейге келген кезде мынадан төмен қарай кетіп қалған жоқ. Мынаны түсіну керек. Баға төмен қарай кетпесе, демек мынада сатып алушылар позицияны ұстап тұр, бағаны төмен жібермей. Жақсы, міне деңгей бұзылды. Одан кейін жақын ретест дегеніміз, мысалы мынау расталды ма, мынау жақын ретест. Мынау burada жақын ретест. Так, тренд жоғары қарай қарап тұр дейді. Міне мынау жергілікті тренд. Міне мұн жақтан да төменден жоғары қарай келе жатыр.
мына жерде не бар екен, не поджатие дейді, сығылу. Так, мынаған негізі жетінші, сол сығылуды да қосып қоюға болады. Сосын жүру қоры жеткілікті, яғни мынада бағаны тоқтататын ешқандай нелер жоқ, деңгейлер. Одан кейін қысқа стоп дегеніміз, мысалы мынаға позицияға кірсек, мына деңгейдің астына немесе мына бір кішкентай коррекцияның астына стоп жерімізді қойып қоюымызға болады. Міне осы сигналдар лонг позициясын ашуға сигнал беріп отыр. Мына жерден позиция ашылды, деңгейден төмен баға барған жоқ, жоғары қарай кетті. Осы жерден 5-ке 1 табысымды алып кеттім. Міне осы бұл мынау алғышарттар, міне осы сценарий деп осыны айтады. Міне мына бірді айтады. Жалпы мынаның бәрі осы сценарий. Сценарий осылай жасалады. Так, жақсы. Одан кейін кей кездері мысалға сіздің жасаған болжамымыз орындалмауы да мүмкін. Мысалы міне мынаны қарайықшы. Мына жерде де так, деңгей бар, ауыспалы деңгей. Ол дегеніміз міне мына бар арқылы жасалған міне бір деңгей, міне тағы деңгей, міне мына барлар төмен қарай жібермей тұр. Одан кейін міне мына бір және осы жерде мысалы тірек деңгей болса, кейін бұзып келіп, айналып келіп, міне мысалы мына қарсылық деңгейіне ауысты. Бұны ауыспалы деңгей дейді. Мына жерде тағы да міне расталып тұр деңгей, міне расталып тұр. Бір бағаға қайта осы деңгейден бағаны жоғары қарай пока жібермей ұстап тұр. Енді бұл жерде так, кеттік. Жергілікті тренд жоғары қарап тұр дейді. Жергілікті тренд дегеніміз мені жалпы үлкен трендтің ішіндегі трендті жергілікті тренд дейді. Одан кейін баға деңгейден төмен бармайды дейді. Міне баға осы деңгейден кеп соққаннан кейін төмен қарай алып кетпеді. Яғни қайттан жоғары қарай келе жатыр. Одан кейін төртінші жақын ретест. Жақын ретест дегеніміз осы ближний ретест. Міне мына деңгейіміз мына бармен тағы расталып тұр. Одан кейін бесінші шоғырлану. Шоғырлану мына деңгейдің астында шоғырланып тұр. Так, жалпы міне байқасаңыздар, осы деңгейдің маңында баға ұзақ тұр. Одан кейін жүру қоры жеткілікті. Жүру қоры міне былай қарай жеткілікті болып тұр. Мысалы мына жерге дейін, в принципе, 3-ке 1 мына деңгейге дейін максимум мына жерде тоқтатуы мүмкін. Сондықтан осы жерге дейін мысалы 3-ке 1 позиция алып кетуге болады. Осындай міне мына деңгейге қайттан келіп соққаннан кейін баға төмен қарай кетпегендіктен демек бағаны төмен қарай сатып алушылар жібермей тұр. Яғни олар осы деңгейдің бұзылғанын күтіп осы жерден жоғары позицияға кіргелі тұр. Сондықтан мен де осындай шешім қабылдап, егер деңгей бұзылған болса, осы жерден жоғары қарай позицияға кірем деп бай стоп ордерін, лимиттік ордерін қойып қойдым. Мен мысалға келесі бар, мына бір келесі бар, геппен төмен қарай ашылды да деңгейге жақындамай төмен қарай кетіп қалды. Сонда мына ордер орындалмай қалды, сделка. Так, келесі мына деңгейдің жанында баға жиналып жатыр. Жаһандық жергілікті тренд төмен қарап тұр дейді. Жаһандық тренд. Жалпы тренд төмен қарап тұр, одан кейін жәнегі жергілікті трендті төмен қарап тұр. Яғни деңгейден бұзылғаннан кейін төмен қарай позиция ашуға болады. Так, кеттік. Шоғырлану. Міне шоғырлану мына жерден байқауға болады. Одан кейін мына жерде де міне деңгейдің жанында шоғырлану бар. Сосын жақын ретест. Жақын ретест дегеніміз мына жерде болған деңгейде мына жерде уже растап тұр. 1, 2, 3 бармен. Және мына соңғы бардың жабылу бағасы деңгейге өте жақын жабылған. Бұны да қосып қоюға болады. Негізі 4-ші ғып, 5-ші ғып, 6-ші ғып. Одан кейін 4-ші жалған сынамадан кейін баға кері кетпеді. Яғни міне жалған сынама мына бір бар, бізде деңгейді бұзып, қайттан кері айналып келді. Осыдан баға жоғары қарай кетіп қалған жоқ. Керісінше келесі бармен баға төмен қарай қайттан деңгейге қайтып келді. Яғни сатушылар бағаны жоғары қарай жібермей
төмен қарай ұстап отыр. Так, одан кейін жалғасынамадан кейін жүру қоры жеткілікті, яғни мына жақта төменде ешқандай деңгей жоқ, бұны бағаны тоқтататын. Сондықтан мысалы міне бағаны тоқтататын ешқандай деңгей жоқ болса, онда уже 3-ке 1 емес, 4-ке 1, не 5-ке 1 табыс алуға болады. Сосын және мынарды 6-шы позициядан арға қосып қоюға болады, баға деңгейге жақын жабылды. Және бардың өз минимумға жақын. Так, бірақ бұл сделка менде минусқа кетті ғой. Аха, міне. Көргендеріңіздей. Так, біз арада тұрдық. Осыдан баға жоғары қарай кетті, бірақ қайтадан үстіге қарай алып кеткен жоқ. Осы жерден мына төмен түсті, міне мына үлкен ұзын бармен. Осы жерге деңгей бұзылып, жәнегі сылсып ордеріміз орындалды. Осыдан бірақ баға төмен кете алмады. Кері қайттан қайт кетті де, стоп ордері орындалып, позиция жабылып қалды минуспен. Бірақ дегенмен де байқасаңыздар, міне баға жоғары қарай көпке кеткен жоқ, қайттан төмен қайтып кетті. Осы жерде негізі мына деңгейден кейін, мына бір позиция орындалғаннан кейін, стоппен минуспен жабылғаннан кейін, тағы да дополнительно сылсып ордерін деңгейден төмен қойып қоюға болжады. Сөйтіп қойып қойған кезде онда табыс алар едім. Міне осылай жалпы. Үй жұмысы, жәнегі сценарий барлығы осылай жасалады. Мен өзіме позицияға кірер сделка ашар кезде осылай анализ жасап алып, осы деңгейдің жанында осындай көбінесе накопление дейді, шоғырлануды болғанын күтем. Осы деңгейдің жанында позицияға кірген жақсы. Неге? Өйткені бұл жерде біз қысқа стоп ордерін қоя аламыз. Міне достар, жалпы осылай өз сделкаларын жасаймын. Үй жұмысы, сценарий дегеніміз осы. Сіздің сценарийіңіз кемінде бір 5 немесе 6 алғы шарттардан құралу керек. Осы алғы шарттар сіздердің жәнегі сделкаңызды ашуға сигнал береді. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында комментарий қалдырсаңыздар болады. Бұйырса жауап берем.